Баршаңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге асқабақтан адам ағзасына өте пайдалы шырын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Бізге алдымен асқабақ қажет болады. Мен осындай кіші көлемді асқабақты таңдадым. Сыртын тазалап жуып алып, өзімізге ыңғайлы бірнеше ұсақ бөліктерге бөліп аламыз. Одан соң қабығын ашып, ішіндегі дәндерінен толық тазартып, ұсақ етіп турап дайындап аламыз. Жалпы асқабақ адам ағзасындағы зат алмасуды реттейді, қан айналымды жақсартады, ағзаны зиянды заттардан тазартады. Және асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, іш қатудың алдын алады. Сонымен қатар семіздіктен арылуға көмектеседі. Және бұл шырынды қан қысымы көтерілгенде, дене ісінген кезде, бүйрек және жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларына шалдыққандарға өте пайдалы болып келеді. Асқабақ шырынында аскорбин қышқылы өте көп, ол иммунитетті көтеріп, түрлі аурулардың алдын алады. Асқабақтың дәні мен етінен түрлі емдік дәрілер жасалынады. Халық медицинасында бауыр, бүйрек ауруларының бірден-бір шипасы осы асқабақ шырыны болып табылады. Нәтижесін көру үшін бұл шырынды 10 күн бойы таңғы аспен бірге 1 стаканнан ішіп тұру қажет. Асқабақ шырынын асқазанның түрлі аурулары, яғни гастрит, язва, панкреатит, холецистит сияқты ауруларында пайдалануға болмайды. Сонымен қатар қант диабеті бар адамдарда аз мөлшерде ішкендігі дұрыс. Сондықтан бұл шырынды ішпес бұрын сіз дәрігердің кеңесін міндетті түрде алу керексіз. Мінекей достар, асқабақтың барлығын дерлік қолымен ұсақтап турап шықтым. Енді қалауыңызға қарай алмадан қосып жіберсеңіздер болады. Кей адамдарға асқабақтың дәмі мүлдем ұнамайды, сондықтан дәмін кішкене басу үшін алманы да пайдалансаңыздар болады. Мен бұл жерде 2 алманы қосайын деп жатырмын. Алдымен қабығын жақсылап ашып алып, ұсақтап турап, асқабақпен бірге қосып қайнатып пісіріп алатын боламын. Алманы қалауларыңызға қарай көп мөлшерде қосып жасасаңыздар да болады. Мінекей алманы да турап, асқабақтың үстінен салып қойдым. Енді асқабақтарымыз батып тұратындай үстінен толтырып су құямыз. Мінекей суды өздеріңіздің қалауларыңызға қарай аз немесе көп етіп құйсаңыздар да болады. Егер шырынның сұйық болғандығын қаласаңыздар, су кішкене үстінен тағы құйып жібересіздер. Көкөністеріміз қайнап піскеннен кейін үстінен қантты қосатын боламыз. Бұл жерде мен 1 килограмм асқабақты пайдаландым және 2 алма, соған мен 100 грамм қант қостым. Асқабақтың көлеміне қарай лимон мен апельсинді қоса бересіздер. Мен 1 килограмм асқабаққа 1 апельсиннің шырынын қосамын және жарты лимонды қосып жасайтын боламын. Апельсин біздің шырынымызға өте керемет дәм береді, сондықтан да көптеу етіп қосатын болсаңыздар да шырындарыңыз өте дәмді шығады. Осы арада асқабақтарда суда пісіп шықты. Енді бөлек ыдысымызға арнайы сүзгішке қоюын алып сүзіп алатын боламыз. Осы кезде бізде өте әдемі шырын шығады. Немесе асқабақты піскеннен кейін блендердан өткізсеңіздер де өте керемет болып шығады. Мен барлығын осылай елікте өткізіп алдым. Немесе достар марлыға салып, марлыдан өткізіп алсаңыздар да болады. Одан соң жаңағы дайындап қойған апельсин мен лимонның шырынын жақсылап сығып аламыз. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмеген, жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және де менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, өздеріңіз қалаған бірнеше видео рецептерді ашып қарай аласыз. Және каналымда денсаулыққа өте пайдалы бірнеше шырындардың жасалу жолында таба аласыздар. Мінекей менде осындай шырын дайын болып шықты. Дәмі енді өте керемет болып шықты достар. Сіздер де жасап осылай ішіп көріңіздер, ағзаға өте пайдалы. Ыдысым кішірек болғандықтан үлкендеу ыдысқа аударып алдым. Егер сізге видео пайдалы болған болса, подписаться батырмасын басып каналыма тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыз.